Мен Тіленшиева Шырын Мұратқызы, философия, саясаттану және дінтану институты әлеуметтану орталығының жетекшісі және аға ғылыми қызметкермін. Қазіргі таңда жас ғалым гранты қаржыландыру аясында Қазақстан халқының бақыт деңгейіне әсер етуші факторларды аймақтық негізде салыстырмалы талдауға бағытталған жобаны жүзеге асырудамын. Жоба аясында макро және микро деңгейдегі Қазақстан халқының бақыт деңгейіне әсер етуші факторларды қарастырдық және оны анықтадық. Ең бірінші кезекте Қазақстанның әлемдік рейтингтегі орнын, Қазақстан халқының деңгейін қарастыра келе, өңірлердің аймақтық ерекшеліктерін нақтыладық. Осының нәтижесінде өңірлердің субъективті әл-ауқат профильдері анықталып, эмпирикалық деңгейде нақтыланды. Ал бұл нәтижелер өңірлердің әлеуметтік, экономикалық және мәдени ерекшеліктерін ескеретін аумақтық сараланған әлеуметтік саясатты қалыптастыруға және оны жетілдіруге ғылыми негіз береді. Бұл жоба аясындағы нәтижелері халықаралық деңгейдегі конференцияларда апробациядан өтіп, әлемдік деңгейдегі субъективті әл-ауқатты зерттейтін ғылым өкілдерінің алдында таныстырылды және олармен өзара кеңес алу барысында жұмыс жасалынды. Жобаның нәтижесі жоба аясында көптеген әлеуметтанулық зерттеулер жүргізілді. Ең бірінші кезекте өңірлер деңгейінде 5 өңірді қамту арқылы 500 респонденттің қатысуымен мәдени құндылықтардың Қазақстан халқының бақыт деңгейіне әсер етуін анықтау мақсатында бұқаралық сауалнама жүргізілген болса, ал одан кейін қаржылық және экономикалық жағдайлардың бақыт субъективті әл-ауқат деңгейіне әсер етуін анықтау мақсатында еліміздің 20 өңірін қамту арқылы 2000 респондентпен сауалнама жүргізілді. Және де 5 өңірді қамту арқылы фокус топтық талдауларда жасалынды. Бұл жұмыстардың барлығының нәтижесі үлкен ауқымды монография жұмысында көрініс табатын болады. Негізі ғылымға деген қызығушылық ол мектеп қабырғасынан бастау алған болатын. 11 сынып оқып жүрген кезде республикалық дарын ғылым олимпиадасының 3-ші орын иегері атандым. Соның нәтижесінде мемлекеттік грант иегері атанып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде бакалавр, магистратура, докторантурада өзінің ғылыми жұмыстарында жалғастырып айналыстым. Ал соның көрінісі ретінде қазіргі таңда еліміздегі беделді ғылыми институт, философия және саясаттану және дінтану институтында жұмыс жасаудамын. Және осы институт қабырғасында жас ғалымдарға арналған 2024-2026 жылдардағы байқауының нәтижесі бойынша гранттық жобаның иегері атанып, Қазақстан халқының бақыт деңгейіне әсер етуші факторларды аймақтық негізде салыстырмалы талдау жобасының ғылыми жетекшісі болып табыламын. Бұл жоба биылғы жылы соңғы жыл жүзеге асырылып жатыр. Жылдың соңында жоғарыда айтып өткендей ғылыми нәтижелердің барлығын монографияда көрініс тауып жариялайтын боламыз.